Мына кеше келген гүлдер. Осылай су беріп, астынан әдемі болып ашылып. Осындай қатты күтімді талап етпейтін керамический горшокта бамбук гүлдер болады. Бұларда өте қатты күтімді талап етпейді. Әрі аптасына бір мәрте суын жақсы толық беріп қойсаңыз, осында әдемі болып өседі. Әрі көрдіңіз бе, сіз бұны өзіңіз қалауыңызша қай жаққа қарай өскенін қаласаңыз, дәл солайынан бұдақтарын осылайынан біріктіріп қойсаңыз болады. Бұл бізде бамбуктың кіші түрі. Мынаны мынандай қылып өріп, үйдің сәнін, көркін келтіріп тұру үшін жасалған өзінің әдемілік өрме түрі бар. Бұл да бізде бамбуктың үлкен түрі болып есептеледі. Бұл мүлдем күнді ұнатпайды. Қатты күнде тұратын болса, мына бұтақтары қамыстың бұтағындай болып уже сарғая бастайды. Бұл да қатты күнді ұнатпайды, бірақ көлеңкеде тұрған. Енді барлық гүлдер күнді қатты жақтырмайды ғой. Сол себепті де қатты күн түспейтін бөлмеге қою керек. Бұл әйгілі әйел бақыты гүлі. Бұл гүл өте күтімді, негізі қатты талап етпейтін гүлдердің бірі. Бұған қатты ыстық ұнамайды, және де суды өте көп құйған, мөлшерде құйған болсаңыз, бұның жапырақтары төменге түсіп салбырап қалады. Бұның өзінің арнайы тыңайтқыштары болады. Соларды қосып, нығайтқыштарын беріп отырсаңыздар, осындай тамырлары мықты болып, әдемі болып өсетін гүл. Жалпы күнді қатты жақтырмайды, қатты ыстықты да ұнатпайтын гүл. Осындай бізде екі сорты бар бұлардың. Қанық жасыл түсі болса, сәл қаралау болып келген түсінен де бар. Негізінде өте әдемі көрінеді. Көп адамдар қорқады. Негізі бұның арнайы топыраққа қосатын қоспалары болады. Соларды қосып, аптасына бір мәрте толық суын беріп тұрған болсаңыздар, осындай әдемі болып жайқалып өсетін болады. Барлығына әйгілі бұл доллар болмаса орысша атауы замиакулькас деген гүл. Бұл тамыры осындай қалың болып өседі, тұлы өзінің домалақ болып келеді. Және осындай бұл да өте күтімді қатты талап етпейтін, және де бұның да көлемі өте үлкен болып өсіп, өте үйге әдемі сән беретін, жатырқамайтын, күтімді өте қатты талап етпейтін гүлдердің бірі. Бірақтан бұл күндің қатты сәулесінде тұрғанды ұнатпайды. Диффенбахия гүлі. Бұл бойы өте үлкен, және де тамыры өте қалың болып өседі, және де жапырақтарының көлемі 60 сантиметрге дейін өседі. Және де бұл ыстыққа төзімді, әрі күтімді қатты талап етпейтін гүлдердің қатарына енеді. Бұл өте тым жатырқамайды. Аптасына бір мәрте удобрениесін беріп, құнарлығын арттырып отырсаңыздар, бұл өте үлкен әрі әдемі гүл болып өседі. Өзі осындай жасыл ақ дақтарымен өте әдемі декоративный гүл болып есептеледі. Бұл бізде монстера гүлі. Бұл өте үлкен көлемде өсетін гүл, және пальма сияқты болып өседі. Тамыры осындай болып келеді, жан жаққа қарай өсіп бастайды. Бұл да дәл сол сияқты, басқа гүлдер сияқты қатты күн сәулесінде тұрғанды ұнатпайды. Аптасына бір мәрте бұны да судың ішіне горшогымен салып қойып, нығайтқыштарын қосып отырсаңыз, осында әдемі болып өсетін гүл. Пальма сияқты болып өсетін негізі жалпы. Осындай алаказия гүлі бар. Кеше келіп жеткен гүл. Бүгін біздің үйде адаптациядан өтіп жатқан түрі бұл. Ертең бұны да қоныстандыратын боламын. Қандай топыраққа қоныстандыратынымды, және де қандай қоспа қосатыным жайлы толық ақпарат беретін боламын. Сол себепті каналға тіркеліп алыңыз. Үй гүлдері жайлы ақпарат қызық болса, сіздерге осы каналдан мәлімет беріп отыратын боламыз.